Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен бірге өте керемет рецепттің түрімен бөлісейін деп жатырмын. Міндетті түрде соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бұл рецепт асқабақты сүйіп жейтіндерге арналған керемет десерттің түрі десек те болады. Құрамына керекті заттар өте қарапайым, қант және де асқабақ қажет болады. Ең әуелі орташа болған асқабағымызды аламыз да, оны ортасынан екіге бөліп, тағы да оны бөліктерге бөліп аламыз, және де оның сыртқы қабығынан ажыратып алатын боламыз, яғни қажетсіз бөліктерін. Содан соң асқабағымызды аламыз да, оны үлкендеу етіп турап аламыз, бірақ жұқалау болуы қажет. Көлемі үлкендеу болғанмен жұқалау болғаны өте дұрыс, видеода көрсетілгендей етіп. Шұңғырлау ыдысымызды аламыз да, оның астынан қантымызды, яғни 2 ас қасық қантты саламыз да, жаңағы туралған асқабақтарымызды үстінен жайғастырып алатын боламыз. Яғни осылай кезек-кезек жасаймыз. Тағы да оның үстінен қантымызды сеуіп аламыз да, азырақ етіп, қайтадан туралған қалған бөліктерді осылай ыдысымызға жайғастырып алатын боламыз. Және оның үстінен азырақ етіп қантымызды қосатын боламыз. Және де оны бір түнге қалдыруға болады, немесе 5-6 сағатқа осылай тарелкамен бетін жауып қоямыз. Шұңғырлау ыдысты аламыз, және де оның астынан азырақ қантты қосып алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады, яғни тәтті болсын десеңіздер көбірек қосуға болады. Міне мен бір түнге қалдырып қойдым, осындай болып шықты, яғни қантымыз еріп, асқабаққа сіңіп, кішкене суы шыққан болатын. Осылай дайын болған асқабақтың бөліктерін жаңағы ыдысымызға салып жайғастырып алатын боламыз. Өте керемет болып шықты. Негізі түнде жасап қойсаңыздар, таңертеңге дейін осылай асқабақтың суы шығып, қанты еріп, қант асқабаққа сіңетін болады. Баяу отта қоямыз да, оны асқабағымызды пісіріп алатын боламыз. 20 минут жеткілікті болады. Міне мен пісіріп алдым. Өте керемет болып шықты. Қант барлығы еріді, және де асқабақтарым да өте жұмсақ болып тұр қазір. Иісі енді өте керемет болып шығып тұр. Бүкіл асхананың иісін алып тұр десем де болады негізі. Міне осындай болып, өлпілдек болып тұр, енді өте керемет болып, қантымыз еріп, қанты жақсылап асқабаққа сіңіп тұр. Негізі асқабақтан көп жаңағы витаминді тамақтар, салаттар, немесе осындай десерттер жасап жеуге кеңес беремін сіздерге. Нағыз сезон десек те болады. Асқабақтың пайдасы туралы және де зияны туралы біздің жаңағы пайдалы ақпарат деректерінде көрсеңіздер болады. Осылай жаңағы қайнатылған қантымыздан қалған кішкене сұйықтықты бетіне құйып шығуға болады. Содан соң жаңағы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдік ретінде үйіңіздегі кез келген бар заттардан жасауға болады. Мен өзімнен осындай жаңақты қолданған болатын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Керемет десерт шығады, және де өте оңай жасалатын. Дәмі тіл үйретін рецепттің түрі десек те болады. Біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар.